Қайырлы күн баршаңызға, сіздермен Ардан Айтин каналы, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз осындай узормен үйге киетін тапочка тоқып үйренетін боламыз. Мен видеоларым ұнаса лайк басып, комментарий жазып, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Ал ендеше бастаймыз. Бұндай узормен тек қана үйге киетін тапочка емес, сыртқа киетін табандарға да тоқуға болады. Мына бізде үйге киетін табан болса, сыртқа киетін табандарға да тоқып алуға болады. Узор өте оңай, жеңіл. Ал ендеше бастайық. Бізге бұл үшін мен осындай табан алдым. Үйге киетін менде 30, мынаның өзінде 39 размер, бірақ бұлар маломерка жүреді. 37 размерге барады. Одан кейін жібек жіп. Менде бір мотоктан қалғаны осы. Жете ма, жетпей ма, екіншісіне білмедім. Қазір оны тоқу барысында айтатын боламын. Одан кейін крючок номер 1 жіңішке жағымен тоқимын. Қайшы, маркер и жіптің ұшын күйдіретін. Зажигалкамызды аламыз. Жіптің ұшын міндетті түрде күйдіреміз. Әйтпесе осылайынан сөгіліп кетеді. Табанымыздың осындай өкше жағындағы мынау қиғаш тұрған жіп, міне осы 1, 2, 3, 4, 5, бесіншісіне осы крючокты өткіземін. Одан кейін жібімді тартып шығарамын. Мынаны сәл тартыңқыраймын. Бір петля жасаймын осы жерде. Одан кейін келесі тапочкада тұрған петля бар ғой, сол жерге тоқитын боламын. Мынау бізде қысқа жіп арасында тоқып кетіледі. Осылай ұстап отырсаңыздар. 1, 2, 3. Осылайынан әр петляға 3-ден тоқып шығатын боламын. Бүйтіп айналдырып, келесі мына жеріне дейін осылай әр петляға 3-ден. Мына жерде, мына непонятно болып тұр ғой, мына жерде может 2 тоқимын. 1 и 2. Осылай өздеріңіздің нелеріңізге қарайсыздар, табандарыңызға қалай тұр, солай көресіздер. Кейбір жерлерде мынандай ұзын болып кетеді, кей кезде қысқа болатын тапочкадағы петлялар, соған қарайсыздар. 2 немесе 3. 1, 2, 3. Осылайынан келесі мына жақ бетіне дейін тоқып шығамын. Міне айналдырып тоқып шықтым. Енді келесі қатар бізде 2 воздушный. Кері айналдырып, әр петляға 1-ден столбик с накидом тоқып шығамын. Тапочка тоқып жүрген болсаңыз, онда бұны білетін боласыздар. Алды жабық тапочкада осылай тоқып шығамыз. Әр петляға 1-ден столбик с накидом. Айналдырып, осылай мына жағына дейін. Мен столбик с накидом қатарын тоқыдым. Мына жақ бетіне дейін. Енді бір воздушный көтеріп, жұмысты кері айналдырып, әр петляға 1-ден столбик без накида. Одан кейін қайтадан былай қарай 2 қатар столбик без накида тоқып шығамын. Одан кейін уже жоғары жақ узорды бастаймыз. 2 қатар столбик без накида тоқып алдым. Мына жағына келдім. Енді бір петля жасаймын. Одан кейін жібімді қиып тастаймын. Енді мына жерде тура ортасын тауып аласыздар. Осылай мен уже маркермен белгілеп қойдым. Мына жақ бетінде 56, мына жақ бетінде 56 петляны. Міне тура ортасы менде. Енді осы ортасынан былай қарай 9 петля. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Жерге маркер қадап қоямын. Одан кейін аяқтан тағы да 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Мына жерден бастаймын. Крючокты өткіздім. Жібімді тартып шығардым. Қысқа жіп бізде тоқылып кетеді.
1 2 3 воздушный крючокқа накидлеймін. Одан кейін тоқыған жерімізден кейін 1-2 тастап, үшіншісіне столбик накидым. Аяқталмаған. Одан кейін тағы да крючокқа накидлеймін де 1-2 тастап, үшіншісіне тағы да аяқталмаған столбик накидым. Крючокты 3 петля, үшеуін бірге тоқимын. Бірге тоқып алдым. 1 2 3 воздушный. Одан кейін қайтадан крючокқа накидлеймін. Ең соңғы столбик накидым тоқыдық қой, тура сол жерге тағы да столбик накидым, аяқталмаған. Міне біреу, қайтадан крючокқа накидлеймін. 1 2 уже тураны ортасындағы маркерге келеміз. Маркерді алып тастаймын. Сол жерге тағы да столбик аяқталмаған накидым. Міне крючокты 3 петля, үшеуін бірге біріктіріп алдым. Міне одан кейін 1 2 3 воздушный. Қайтадан крючокқа накидлеймін. Тура жаңағы ең соңғы столбик бар ғой, тоқыған жерге, тура сол жерге тағы да столбик накидым, аяқталмаған. Міне крючокқа накидлеймін. 1 2 тастап, үшіншісіне, үшінші петляға тоже столбик накидым, аяқталмаған. Крючокты 3 петля, үшеуін бірге біріктірдім. 1 2 3 воздушный. Қайтадан крючокқа накидлеймін. Тура осы жерге, жаңа ең соңғы столбик бар ғой, накидым, сол жерге аяқталмаған столбик накидым. Міне одан кейін крючокқа накидлеймін. 1 2 тастап, үшіншісіне тағы да столбик накидым, аяқталмаған. Крючокты 3 петля, үшеуін бірге. Одан кейін 1 2 3 воздушный. Ең соңғы мына жерде маркер тұр ғой, 9-шы петлямыз. Осы жерге столбик без накида. Арасында 2 петля қалады. Столбик без накида осы жерге. Одан кейін маркерді қадаймыз. Бірінші қатар міне узордың. Одан кейін жібімізді мына жаққа қарай жіберіп, кері қарай. Мына жерден 1 петля. Тура жаңа тоқыдық. Тоқығанның жәніне, тура жәніне бірінші петляға крючокты өткіземіз. Мына жібімізді тартып шығарамыз. Мына жерді қарайсыздар, бос немесе қатты тартылып қалмау керек. Одан кейін 1 воздушный. Енді мынау арканың іші мынау бізде. Осы жерге 3 столбик без накида. 1 2 3 бірінші арка. Мына жерде екінші аркаға тағы да 3 столбик без накида. 1 2 3. Үшінші аркаға 1 2 3 столбик без накида. Төртінші аркаға 1 1 2 3 столбик без накида. Ең соңғы 5-ші аркаға міне 1 столбик без накида, 2 столбик без накида, 3-ші столбик без накида тоқыған кезде міне жіпті тартып шығардық. Тоқымай тұрып, мына маркердегіні бірге іліп кетеміз. Крючокта 3 петля, үшеуін бірге тоқимыз. Одан кейін тураны бағана тоқыдық қой, тура соның жәніндегі петляға міне столбик без накида. Узорымыз 2 қатардан тұрады осы. Бірінші, екінші. Осыны ары қарай қайталай береміз енді. Бірінші мына жер сәл көтеріңкі болсын деген немен, мына жерде мен бір ғана петля тастаймын. Негізі 2 петля тастап, үшіншісіне тоқимыз ары қарай. Басқа нелерде, мына жақына қарай кеткен кезде. Қазір 1 петля тастап, екіншісіне тоқимын. Сәл алдыңғы жағы көтеріңкі болсын дегенемен. Қарап аласыздар мына жерін тағы да. Мына жіптеріңізді. 1 2 3 воздушный крючокқа накидлейміз.
мына жерде жаңағы тоқыдық қой ең соңғы мына жерге шетіне столбик без накида тоқыған кезде тура сол жерге столбик с накидом аяқталмаған. Міне қайтадан крючокқа накидлеміз. Мына жерде мына екі столбиктің төбесі бар ғой, үсті, сол жерге, мына жерге өз білініп тұрады. Столбик без с накидом аяқталмаған. Міне крючокта 3 петля, үшеуін бірге, одан кейін 3 воздушный. 1, 2, 3. Крючокқа накидлемін. Мына жерге қайтадан тура осы жерге бір столбик с накидом аяқталмаған. Крючокқа накидлем, келесі мына жерде тұр. Осы жерге столбик с накидом аяқталмаған. Крючокта 3 петля, үшеуін бірге. Қайтадан 3 воздушный, 1, 2, 3. Крючокқа накидлем. Мына жерге бірінші жаңа ең соңғы тоқыған столбикке тура соның жаніне столбик с накидом аяқталмаған. Келесі мына жерге столбик с накидом аяқталмаған. Крючокта 3 петля, үшеуін бірге, одан кейін 3 воздушный. Ары қарай тура осылай жалғастырып кете береміз. С накидом аяқталмаған. Келесі мына жерге столбик с накидом аяқталмаған. 3 петля, үшеуін бірге жинақтаймыз. Одан кейін 3 воздушный, 1, 2, 3. Қайтадан накидлеміз. Тура осы жерге, мына жерге столбик с накидом аяқталмаған. Одан кейін мына маркер тұр ғой, мына жерге тоже столбик с накидом аяқталмаған. Осы кезде тоқымай тұрып, столбик с накидом аяқталмай тұрып, осылай іліп алдық қой жіпті. Сол кезде маркердегіні де іліп аламыз. Біріншіні үшеуін бір іліп аламыз. Одан кейін тағы да үшеу қалды, үшеуін тағы да бір ілеміз. Одан кейін 1, 2, 3 воздушный. Біреуін тастап, екіншісіне столбик без накида. Мына жақ бетіне алып келеміз. Столбик без накида қатары. Мына жерде тоқыдық, міне. Тура соның жанындегі петляға крючокты өткіземін. Ешқандай қалдырмай. Тура жанындегісіне. Жібімді тартып шығарам. Мына жіпті қарайсыздар. Одан кейін бір воздушный. Енді әр арканың ішіне 3 столбик без накида. Бізде бұл екінші қатарымыз ғой, узор, екінші узорымыз. Екінші узорда бізде 6 арка болу керек. Міне 1, 2, 3, 4, 5, 6 арка. Әр қайсына үшеуден тоқимыз. 1, 2, 3. Келесі аркаға 1, 2, 3. Келесі аркаға 1, 2, 3. Келесі арка 1, 2, 3. Келесі арка, соңғы аркамыз 1, 2 тоқып аламыз. Үшіншісін іліп алып, міне жібімізді іліп алдық. Одан кейін маркердағыны да қосып іліп аламыз. Крючокта 3 петля, үшеуін бірге тоқимыз. Одан кейін тоқылғанына жерге тура соның жанындегі петляға столбик без накида. Одан кейін маркер қадаймыз. Міне бізде 4 қатар тоқылды, 2 қатар узор шықты. Міне. Ары қарай осылай тоқып кете береміз. Енді келесіде, мысалы, мына жерде узор тоққан, узор тоққан қатарда мен біреу тастап, екіншісіне тоқыдым ғой. Бұл жолы екеу тастап, үшіншісіне. Енді ары қарай барлық аяқтағы узорларда солай тоқимын. Екеу тастаймын, үшіншісіне крючокты өткізіп, мына жаққа қарай жібімді келтіріп аламын. 1, 2 тастадым, үшіншісіне өткізіп аламын осылай. Одан кейін жіпті қарайсыздар, қатты тартылып бос болып қалмау керек. Бірден воздушный 1, 2, 3. Крючокқа накидлем. Тура мына жерде тоқыдық қой, жаңа столбик без накида. Тура сол жерге жанындегі петляға столбик с накидом аяқталмаған біреу. Крючокқа накидлемді, келесі мына жерде
тоже аяқталмаған столбик біреу. Крючокта 3 петля, үшеуін бірге, одан кейін 3 воздушный, 1, 2, 3. Қайтадан крючокқа накидем, тура мына жерге столбик с накидом аяқталмаған, одан кейін келесі мына жерге столбик с накидом аяқталмаған. Крючокта 3 петля, үшеуін бірге, одан 3 воздушный, 1, 2, 3. Қайтадан крючокқа накидем. Мына соңғы тоқығанның жәніне тура столбик с накидом аяқталмаған, келесі мына жерге міне столбик с накидом аяқталмаған. Барлығын біріктіремін. 3 воздушный, 2, 3. Крючокқа накидем, мына жерге столбик с накидом аяқталмаған, келесі мына жерге столбик с накидом аяқталмаған. Үшеуін біріктіремін. 3 воздушный, 1, 2, 3. Осылай аяғына дейін тоқимыз. Үшеуін біріктіреміз. 3 воздушный. Соңғы қалды. Мына жерге аяқталмаған столбик с накидом. Одан кейін тура маркердің жанындегі крючок жіпті іліп алдым, тоқымадым. Одан кейін маркердегін іліп аламын. Бірінші осы алдыңғы үшеуін бір тоқып аламын. Міне. Одан кейін үшеуін бір тоқимыз. Одан кейін 1, 2, 3 воздушный. Енді мына жерде 1, 2 тастап, үшіншісіне столбик без накида. Мына жаққа қарай келтіремін. Столбик без накида қатары. Бағанана 2 узорға дейін мен ешқандай мына жерден қалдырған жоқ едім. Енді осыдан бастап, қазір осы жерден бастап біреу тастаймын да, екіншісіне тоқимын. Одан кейін келтіріп аласыздар мына жақ бетін. Одан кейін 1 воздушный, одан кейін әр арканың ішіне 3 столбик без накида. Бізде бұл қатарда 7 арка болу керек. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 соңғысы. Осылайынан аяғына дейін тоқимыз. Соңғы аркаға келгенде бірінші 2 столбик без накида тоқып аламыз. Үшіншісін былай іліп шығарамыз. Одан кейін маркердегіні ілеміз. Крючокта 3 петля, үшеуін бірден тоқимыз. Одан кейін ерден біреу тастап, екіншісіне столбик без накида. Маркер қадап қоям. Осылайынан ары қарай тоқып кете береміз. Аяғына дейін. Осы 2 қатардан тұрады. Осындай тоқып келдім. Соңғы мына жерде менде 3 петля қалды. 1, 2, 3. Мына жақта да, мына жақта да 3 петлядан қалды. Соңғы жағын столбик без накида мен тоқып аяқтадым. Соңғы узорымды барлығы менде узор бойынша санайтын болсам 11 қатар. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Одан кейін енді ең соңғы қатарды мен алып келемін. Ең соңғы жағына крючокты өткізіп, мынаны тартып шығарамын. Қарайсыздар мына жақтарын. 1 воздушный столбик. Крючокқа накидлемде столбик с накидом. Әр петляға біреуден осылай столбик с накидом қатарын тоқып шығамын. Мына жақ бетіне дейін столбик с накидом. Соңғы жағына келдім. Тартып шығарып, одан кейін маркердегі жіпті бірге алып кетемін. Бірге и былай. Одан кейін мына жаққа ең соңғы петляға
столбик без накида мен бекітемін, қайтадан маркер қосамын. Енді ең соңғыны столбик без накида мен тоқып шығамын. Ең соңғы қатар былай қарай алып келемін тағы да. И мынау тапочканың өзіндегі петля бар ғой, сол жерден бастап алатын боламын. Крючокты сол жерге өткізіп, жіпті тартып шығарамын. Кейін жіптеріңізді қарайсыздар. Қатты тартылып, қатты бос болып қалмау керек. Бір воздушный, одан кейін әр петляға біреуден столбик без накида. Осылай аяғына дейін, мына жақ бетіне дейін тоқимыз. Ең шетіне келдік, мына жерге өткізіп, ең маркердегіні қосып, бірге тоқимыз үшеуін. Одан кейін мына жақ бетіне тура жаңағы ар жағындағыдай етіп, әр петляға біреуден тоқып шығамыз. Осылай столбик без накида. И мына жерге, мына табандағы петляға осылай столбик без накида и бір воздушный. Осы жерден жіпті қиып тастаймыз, одан кейін жасырамыз. Міне осындай болып шықты. Міне осындай болып шықты тапочка. Менде бағанағы жібім жеткен жоқ, одан кейін өзімде осындай қалған болатын, осындай жіптер сондай қостым. Бір пара аяқ киімге бір моток жіп жетпейді, значит. Екі моток аласыздар ғой, но келесі екінші мотоктан чуть-чуть қана қолданасыздар. Мына жерге келгенде ма бітті менің жібім. Сосын кейін өзімде осындай жіптер болған, соны қостым. Осындай болып шықты. Мына жағы тар болып жатса, мына жағы жаңа мен көрсеттім ғой, 4 қатарды біреу тастап, екіншісіне столбик без накидан вообще тастамай жәніне тоқыдым. Осылай мен 1, 2, 3, 4 видеода 2 қатарды тоқыдым дедім, мынандай узормен негізі 4 қатар тоқыдым. Кейіннен қарасам, ол мына жағы бүйтіп пәс болып тұр да, аяқ кірмейді мына жаққа қарай. Сол себептен де осылай жасадым. Өздеріңіз қарайсыздар, аяқтарыңыз кірген жерге дейін солай жасап, одан кейін уже узор тоққан кезде екеу тастап үшіншісіне столбик без накида қатарын тоққан кезде біреу тастап екіншісіне тоқып отырдым мына жақтарды. Осылай өздеріңіздің аяқтарыңызға қарай өлшемін жасап аласыздар. Менің видеоларымды лайк басып, комментарий жазып, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше.